Hi everyone, welcome to my channel. My name is Ümit. Сәлеметсіздер ме сабақтастар? Сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз Lesson 5. Жаңа ұғым ағылшын тілінің 5-ші сабағына келдік. Енді бұл сабақта біз мына жаңа сөздермен танысамыз. Бірінші Mr. Mr дегенде естеріңізде болсын. Қараңыз, M-R нүкте, көрдіңіз ғой, бір нүкте тұр. Оның осыған артына адамның атын тіркеп жазамыз. Мысалы, Mr. Үміт немесе Mr. Ермек, Mr. Қуаныш деп. Енді осындай бұл Mr. деген мырза еркектерге қолданады. Mr. 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 Үміт, Mr. Ермек немесе Mr. Нұрсұлтан. Good. Good. Жақсы деген сөз. Good. Good. Morning. Morning деген таң. Таңертеңді morning деп айтамыз. Morning. Miss. Miss деген сөзіміз ханым деген сөз. Мысалы, көбінесе үйленбеген, кішкентай үйленбеген жас қыздарды қайтеді miss деп айтады. Miss. Miss. New. New деген жаңа деген сөз. New. Мысалы, жаңа акция болып жатыр бізде де new акция деп немесе new card. Аз тағы да танысамыз, жаңаны не деп айтады? New. Student. Student деген оқушы. Енді университеттегі оқушыларды не деп айтады? Университетте оқитындарды student дейді. Мектепте оқитын оқушыларды student дейді. French. Франциялық немесе Францияның, немесе француз тілінде French деп айтады. Мысалы, English деген сияқты French. German. Неміс, German. Немесе Германияның, немістің, немесе German, неміс тілі. Соны білдіреді. Nice деген good, nice бірдей, жақсы деген мағына білдіреді. Meet деген кездесу, кезігу дегенді білдіреді. Қараңыз, и деген адамның көзімен деп бірдей оқысатып алыңыздар. Екі көзі, и әріпі екі көз деп қайтеді, кездеседі. Соны сөйтіп жаттасаңыздар есіңізде қалады. Meet кезігу, кездесу. Japanese жапондық. Japanese. Korean. Карис деп айтамыз, Карис деген Korean. Немесе бұл кореялық, Кореяның. Енді оны кәріс деп айтамыз. Кәрістің кәріс тілі дегенде айтатын болса Korean. Негізі бұл тілді Korean, яғни қазақ тіліне аударған кезде кәріс деген орнына Korean, кореялық немесе Кореяның деп аударсақ дұрыс болады. Chinese, Қытай немесе Chinese, Қытайдың, Қытай тілі дегенді білдіреді. Chinese. To. Қараңыз, to дегенді айтып отырсам, бұл менде деген, дегенді білдіреді. Енді осыған тоқталатын болсақ, біреу I love you десе не деп айтасыз? Me too деп айтасыз. Менде, немесе I like you, мен сені жақсы көремін десе, сіз не деп айтасыз? Me too, мен де сені жақсы көремін деп айтасыз. To деген сөз, менде. I'm a student, мен бір оқушымын десе, me too, мен де бір оқушымын деп жауап берсек болады. Chinese қандай? Chinese Қытай, Қытайлық, Қытайдың. Korean, Кореяның, кореялық, немесе Кореян тілі. Кореян тілі деп аударсақ дұрыс болады. Japanese, жапондық, Жапонияның, жапон тілі. Meet, кездесу. Meet, кездесу. And nice деген жақсы деген сөз. Nice. Енді бұны англиялықтар бір түрлі айтады. Nice деп айтады. Ауыздарын желге толтырып алып, nice деп мұрындарынан шығарады. Nice дыбысты мұрыннан шығарады. Nice деп.
яғни енді америка акцентінде nice бірдей негізі. енді German неміс, German жаман. Мән деген біз ағылшын тілінде үйренгенбіз. Мән деген еркек. German сөйтіп жаттаймыз есімізде қалу үшін. French student new miss ханым. morning good Mr. енді әрбір сөйлемге бірден сөз қосып айтып көрейік. Mr. еркін. Good student немесе good car жақсы машине. Good student жақсы оқушы. Good morning таң немесе good morning десе қайырлы таң деген сөз сол. Morning Miss ханым. Miss ханым. Енді бұның артынан қайтасы Miss Sophie ханым немесе Miss Арай ханым. Miss Жұлдыз ханым деген сияқты. Соның артынан Miss қоса саламыз. Яғни new деген жаңа. Мысалы айтатын болсақ new student жаңа оқушы немесе жаңа student. New car болса жаңа машине. New day болса жаңа күн. Сондағы жаңа. Біз көбінесе осы сөзді қолданамыз. Не? Happy New Year жаңа жыл құтты болсын дегенде new осы жаңа дегенді білдіреді. New деп дыбыстаймыз. Student good student немесе I'm a student мен бір оқушымын десек те осы student деп айтамыз. I'm a student, good student, you are a good student сен бір жақсы оқушысың. They are good students олар жақсы оқушылар деп айтсақ осы сөз student дегенді осылай жазылады және жаттап алыңыздар. French енді French деген франциялық немесе Францияның француз тілі. Енді француз тілі деп айтатын болсақ I learn French мен не қылып жатырмын? Француз тілін үйреніп жатырмын. I learn French. Енді мен Францияның машинесі болса French car Францияның машинесі. French car. German болса неміс. Бізде айтады немістің технологиясымен, Германияның технологиясымен. Немесе Германияның машинесі. German car. Көп айтамыз. German car. It is German car. Бұл Германияның машинесі. Немесе German technology деп кейініріміз технологиясы деген. German. Nice. Енді nice деген жақсы деп айттық. Онда nice day жақсы күн. Немесе nice person жақсы адам. Nice people. Қазақтар қандай адамдар? Қазақтың барлығы жақсы адамдар. Онда не деп? Nice people. Қазақ is nice people. Олар қазақтар қандай? Жақсы адамдар. Nice people. Nice people. Енді тағы не дейміз? Nice car жақсы машине. Nice car жақсы машине. Енді meet болса кездесу. Meet деген кездесу. Meet. I meet you. Мен сенімен кездестім деп айтсақ та meet. Енді бұл сөзді көбінесе бүйтіп қояды. Nice to meet you деген сөзді көп қолданады. Кезгеніме өте қуаныштымын, танысқаныма өте қуаныштымын дегенде. Енді Japanese, жапондық, Жапонияның жапон тілі. I learn Japanese болса, мен жапон тілін үйреніп жатырмын. Japanese. Енді Жапонияның машинесі де қандай? Күшті, Онда Japanese car. Енді Korean машинесі де жаман емес. Онда Korean car. I learn Korean. Chinese. Қытай немесе Қытай тілі, Қытайдың деген мағынаны білдіреді.
Chinese car, Қытайдың машинасы, Chinese car. Енді жақын осы дәуірдің талабына сай көптеген адамдар қайтып жатыр, Қытай тілін үйренуге қайтып жатыр, қызығып жатыр, көбі үйренуге бет алып жатыр. Оларда не деп айтады? I learn Chinese. Мен Қытай тілін үйреніп жатырмын деп. I learn Chinese. Немесе I don't know Chinese. Мен Қытай тілін білмеймін. Chinese. I know Chinese. Мен Қытай тілін білемін. Енді to десе me too. To. Бұны енді созып оқысаңыз болады. To. Me too. Біреу сізге I love you десе me too. I like you. Me too. деп жауап береміз. Енді бүгінгі сабағымызда біз жаңа ұғым ағылшын тілінің 5-ші сабағының жаңа сөздерімен таныстық. Жалпы бұл сөздер жаңа ұғым ағылшын тілінің маңызды сөздері болып табылады. Жаттап жазып алыңыздар. Соңында біз тексттермен танысқан кезде осы сөздерді аудармада сол тексттерді қолданатын боламыз. Онда бүгінгі сабағымыз осыларға дейін. Келесі сабағымызда кездескенше сау, сәлемет болыңыз. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздерге көп рахмет.